Істі сотқа жеткізбей шешудің бірден бір жолы медиация. Бітімгерлікпен іс шешілсе, екі жаққа да тиімді. Осы орайда бүгін Шымкент қалалық соты мен Шымкент қалалық ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің арасында өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Бұл келісімнің мақсаты қоғамдық қарым-қатынасты сақтап, қоғамдық даугестік деңгейін төмендету болып отыр. Сонымен қатар билер институтын жандандырып, құқықтық сананы өзгерту арқылы, дауларды татуластыру арқылы жақсарту. Жиынға қалалық сотының азаматтық істер алқасының өкілдері мен ардагерлер кеңесінің төрағалары қатысты. Басқосуда алдымен дауларды сотқа дейінгі реттеу жөніндегі мәселелер сөз болды. Кез келген жанжалды соттан тыс шешу тетіктерін жетілдіру арқылы ұлттық құндылықтарды сақтау жолы айтылды. Медиация жолы сөз болған жиында азаматтық істер бойынша сотқа жүгінген жандарды бітімгерлікпен шешу жолында арнайы екі тарапты меморандумға қол қойылды. Осы келісімде жұмысты мына бағытта жүргізу қарастырылған. Біріншіден, соттан тыс татуластыру рәсімдері туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу және билер мен медиаторлардың жәрдемдесуімен дауларды соттан тыс реттеудің саны мен сапасын арттыру. Екінші, дау-дамайларды соттан тыс реттеу үшін билер кеңестері мен татуластыру орталықтарының жұмыстарын ұйымдастыру және татуластыру рәсімдері туралы заңнаманы жетілдіру мәселесі бойынша өзара әрекеттесу. Үшіншіден, билер мен медиаторлардың біліктілігін арттыру үшін жағдайлар жасау және тағы басқа да өзара әрекеттесу нысандары осы келісімде көрсетілген.